жұмысқа орналасуға көмек. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстандағы атаулы әлеуметтік көмек ашық әрі әділетті болып, адамдарды еңбек етуге ынталандырады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында мемлекеттік көмектің дәл осындай тетігін әзірлеуді тапсырды. Егер аз қамтылған отбасында еңбекке қабілетті ересек адам болса, мемлекет оған жұмыс табуға көмектеседі. Келісім берген жағдайда ол әлеуметтік келісім шартқа қол қойып, ұсынылған жұмысқа шығады. Есесіне, оның отбасына атаулы әлеуметтік көмек тағайындалады. Егер еңбекке қабілетті ересек адам жұмысқа шығудан бас тартса, оның отбасы атаулы әлеуметтік көмектен айырылады. Алайда, бұған қарамастан көп балалы аналарға төленетін жәрдемақы мен балаларға арналған кепілдендірілген әлеуметтік пакет сақталады. Атаулы әлеуметтік көмек ашық, әділ, еңбекке ынталандырады.